Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, мен сіздерге бір 5 лайфхакпен бөліспекпін. Жалпы мына ауыздан ораза кезінде жағымсыз иіс шығып тұрады. Соны қалай азайтуға болады? Жалпы сол туралы айтпақшымын. Ауыздан жағымсыз иістің шығу себебі әрине адам күні бойы аш жүргеннен кейін оның ауыз қуысында сілекей бөлінбейді. Сілекей бөлінбегеннен кейін ауыз құрғап жағымсыз иіс шыға бастайды. Сондықтан да оның бірден бір алдын алудың жолы әрине ол тісімізді 2 уақыт тазалап жуу. Ең алдымен, мысалы, бірінші уақытта ол сәресіз ішіп алғаннан кейін, яғни таң намазы кірмей тұрып жуып алғаныңыз абзал, және кешке ауыз ашқаннан кейін жатар алдында тағы бір рет жуғаныңыз абзал. Міне бұл нәрсе сіздің мүлде ауызыңыздың жағымсыз иісін мүлде кетіріп тастамауы мүмкін, бірақ белгілі бір деңгейде азайтатыны сөзсіз. Ал одан кейінгі екінші берілетін кеңес ол мисуак қолдану. Өздеріңіз де жақсы білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мисуак үнемі қолданып жүрген және оның тістері сау болған деген секілді, бұл тек қана аузының жағымсыз иісі ғана емес, тістердің сау болуына да көмектеседі. Сондықтан пайғамбарымыздың және аузы берік кезде де мисуак қолданғаны туралы айтылады. Сол себепті сіздерде ауыздарыңыз берік кезде мисуак қолдануларыңызға болады. Ал одан кейінгі берілетін үшінші кеңес бұл суды көбірек ішу. Жалпы әсіресе сәресі уақытында, сәресіге тұрған кезде судың мөлшерін көбейтсеңіздер, ауыздарыңыздың құрғамауына бұл да бір белгілі бір дәрежеде көмектесетін еді. Ал одан кейінгі кеңес бөлісетін бұл жеміс жидектерді көбірек қолдану. Яғни кешкі ауызашарда да, сәресіде де жеміс жидекті мейлінше көп жеңіздер. Мысалы, алма, алмұрт, апельсин, қауын секілді жемістер бұл сілекейдің бөлінуіне, көптеп бөлінуіне жақсы көмектеседі. Одан кейінгі кеңес ол жағымсыз иістер шығаратын тағамдардан аулақ болу. Мысалы, пияз, сарымсақ секілді тамақтар жесеңіз, былайғы күні де ауыздан жағымсыз иіс шығарады. Ал ораза кезінде мүмкіндігінше ондай тамақтардан аулағырақ болған жөн. Ал одан кейінгі берілетін кеңес ол темекіден енді бас тартқан жөн. Ол темекіден бас тарту енді бұл тек қана ауыздың жағымсыз иісі үшін ғана емес, денсаулық үшін де негізінен бас тартқан жөн. Бірақ осы ауыздан шығатын жағымсыз иіске негізгі себепкер бұл темекіде болуы мүмкін. Міне сіздерге берілетін кеңестер осындай. Бірақ сіздер бір нәрсені ұмытпағандарыңыз жөн, жалпы сахих хадисте келтірілетін мынандай бір дүние бар, Алла тағала айтты делінетін. Менің құлдарымның, яғни аузы берік кездегі менің құлдарымның аузынан шыққан иіс мен үшін мисктен де жоғары деген нәрсені айтқан дейді. Алла тағала міне сол себепті де керісінше біздің аузымыздан шыққан иіс ол Алла тағалаға жағымды иістердің бірі. Тіпті сіздер бүкіл шарасын жасап, соған қарамастан ауыздарыңыздан жағымсыз иіс шығып жатса, онда ештеңе етпейді. Керісінше бұл иіс Алла тағалаға ұнайды деп, өздеріңіз бір сауап алып жатқандарыңызды сондай сауаптан үміт етіп, солай да ұстай берулеріңізге, оразаларыңызды жалғастыра берулеріңізге болады. Видеом пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма жазылып, лайк басып, осы видеоның астына пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар. Төмендегі инстаграмма жазылып қойыңыздар және каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.